саламатсыздар ма? Номер 12 IT мектеп лицейінің 9 сынып оқушысы жақындары. Әлемде түрлі жағдайлар болып жатыр. Оның біреуі табиғи ресурстардың жетіспеушілігі. Сондықтан да осы массаход тальго көлігі арқылы басқа планеталарға барып, сол жақты зерттеп, өзімізге керек табиғи ресурстарды тасымалдауға болады. Бұл массаход тальго көлігі басқа көліктерге қарағанда ерекшелігі өзінің осы дөңгелектері арқылы рельс алады. Сол арқылы басқа массаход тальго көліктеріне қарағанда тез жүреді. Және де бұл массаход тальго көлігінің артында осындай екі реактивті қозғалтқыштар бар. Бұл реактивті қозғалтқыштар сутек және метаннан тұрады. Бұл массаход тальго көлігінің осы ішінде өзінің арнайы зертханасы бар. Сол планетада табылған түсініксіз белгісіз заттарды зерттеп, құрамын анықтап, осы екі ракет зымырандар арқылы басқа өзіміздің планетамызға жіберуге болады. Бұл массаход тальго көлігі өзіміздің жер планетамызға өте тиімді және пайдалы. Келесі бізде бұл мотоцикл дрон. Бұл мотоцикл дрон екі түрде жұмыс жасай алады. Бірінші сол өзінің арқылы осындай қанаттар арқылы және де осындай сол басқа планетаға шөгінді құмдарына арналған дөңгелектер арқылы. Бұл мотоцикл дрон адамдарды апатты жағдайда асулы таулы жерлерден тасымалдай алады. Және де басқа планетадан келген адамдарды тасымалдап және де экскурсия туризм жағынан өте қарқынды дамыта алады. Мен сіздерге осы мотоцикл дронды қосып көрсетейін. Осы қанаттары арқылы осы массаход тальго көлігіне сол планетада табылған заттарды тасымалдап зертханасына әкеп бере алады. Қорытындылай келе, осы жер планетасын дамыту үшін және де түрлі басқа планетадағы ресурстарды зерттеу үшін осы макеттер бізге болашақта керек.